Қордай ауылындағы тұрғын үйлердің бірінде біраздан бері шешілмеген мәселе көп. Ал жуырдағы кәріз суының тасуы тұрғындардың шыдамын одан бетер тауысқан. Жауапты мекемелерді былай қойғанда, мұндағы азаматтардың өзара келісімге келе алмай жүргені тағы бар. Тұтас үйдің тынышын қашырған тақырыпты тілші айтсын. Айта-айта Алтайды Жамал апам қартайды. Ел аузындағы тәмсілге айналған осы бір сөз бүгінде мұны үйдің тұрғындары үшін өзекті. Бармаған жер баспаған тау, қақпаған есігіміз қалмады деген олар қашанғы тозығы жеткен баспананы мекен қыламыз деп налиды. Анығырақ айтайық, мұнда мәселе көп. Соның бірі жуырда сыртына тасып, иісі жақын маңайға тұтас шайылған мына кәріз жүйесі. Камераның арғы жағындағы көрерменге мұндағы сұмдық иіс жетпейді, бірақ қолқаны қапқан бұл тар ауа дәл осы нәжіс суынан тарап жатыр. Ал тұрғындардың ең басты қорқынышы бұл су мына тұрған тоққа тиіп, қазіргі мәселе ертең үлкен қайғыға ұласа ма деген қауіп бар. Мұндағылар бұған дейін тыныш жатқан кәріз жүйесі енді нағып сыр берді деп отыр. Ең қиыны пәтерлерде су сыртқа тасып, иістен еркін тыныстау мүмкін емес болған. Қайта-қайта тазалық жасауды қалтаның көтермейтіні тағы бар. Откачкамыз біз бір айда 2 рет жасап жатырмыз. Соған біз түсінбей жатырмыз. Неге біз бір айда 2 рет откачка? Ақшамыз да жетпей жатыр. Тұрғындармен ақша жинаймыз. Ол ақшаның бәрін есептейміз. Мусорға жібереміз, откачка жасаймыз, оннан аса рейс жасаймыз, 12 рейс жасаймыз, 11 рейс жасаймыз. Жетпей жатыр да сол. Сосын ойлаймын, бір Көкдомның, бізде мына Қарамағарсы 2 үй бар. Солардың именно Көкдомның откачкасы, то есть слива ямасы бізге келіп қосылады деп ойлаймын. Айтпесе ол қаяқтан шығып жатқан. Көбісі ақша жинамайды. Кейбір тұрғындар, мен отпуск адамын, мен кетіп қалдым, мен 2 ай болмаймын, мен төлемеймін дейді. Ол кісілердің ақшасы төлемегендіктен бізде кішкене ақшамыздың суммасы азаяды да, откачкаға тағы жетпейді. 50-ге жуық пәтері бар тұрғын үй қазір әкімдіктің балансында. Жергілікті жауапты бөлім ешқандай көмек көрсетіп жатқан жоқ деген тұрғындар бұрынғы мекеменің қайтадан қызмет көрсетуін сұрайды. Бірақ бөлім басшысы мұны мүмкін емес деп отыр. Қазір енді ол үйдің кәріз су жүйелерін шығару, қоқыстарды тазалау жұмыстарын әр пәтерден тұрғындар өздері жинайды. Және ол мысалға әр үйдің өзінің тұрғынын міндет деп есептейміз. Өйткені олар ол суды қолданады, күнделікті киімдерін жуады деген сияқты. Күнделік мысалы тамақ ішкеннен соның үйінділерін қоқыстарын тастайды. Сондықтан ол мәселе бізде қазір таңда қарастырмаған. Ол алдағы уақытта өйтіп қызмет көрсете алмаймыз. Бұған дейін айтқанымыздай тұрғын үйде тұралап тұрған мәселе көп екен. Қаңғыған иттен қауіп көріп, шатырдан құс кенесі қаптады деген тұрғындар үйдің сыртқы жабынын жөндей алмай әлек. Қалтадан қаржы шығарып, өздері қалыпқа келтіруге тырысқандарымен нәтиже ойдағыдай болмапты. Ал әкімдіктің жауапты бөлімі бұл мәселені шешуге тырысып жатырмыз дейді. Үйдің сыртқы жабыны, әр подъезд, қоқыс, төтенше шаруалар дегеннің бәріне өзіміз ақша жинап, мәселені шешіп жүрміз. Жауапты мекемелердің ешқайсысы қамқорлық танытқан емес. Ал бір нәрсе үшін жауап беру керек болса, бізден талап ететін ұйым мен мекемелер қаптап кетеді. Осыған дейін көмек сұрап, талай өтініш айттық. Еш нәтиже жоқ. Осыдан бір 2 жыл бұрын үйіміздің сыртын жөндеп береміз деп әкімшілік бәрі жауапкершілікті мойнына алған. Бірақ та өзіміз соны тұрғындар болып қолға алып, өзіміз жөндедік. Бірінші этаждың сырттарын ғана жөндеп, кішкене реттеп қойдық. Одан бері үйіміздің сырты тозып тұр, менікі көргендей. Әрине оның тозығы жеткен сыртын, бірақ біз ол мәселені қолға алып, мынау жобалық смета құжаттамасын әзірлеп, қазір таңда бюджет қарауына өткіземіз. Егер қолдауын тапқанда біз ол үйлерді ремонттап бастаймыз уже. Жөндеу жұмысын жүргізу үшін тиісті рұқсатты күтіп отырмыз деген бөлім басшысы аталған нысандағы мәселемен түгел таныспыз дейді. Бірақ мұндағы тұрғындардың бір жұдырық боп жұмыла алмайтыны үлкен кедергі. Ақша жиналмай айтылған дүние орындалмай жатқаны да содан. Ал тым құрығанда бір түйінді тарқатып береміз деген жергілікті билік мәселенің шешілетінін айтқанымен жұмыстың нақты қашан жүзеге асатынын білмей отыр. Мадина Оқас, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.